Саламатсыздар ма? Бүгін капустадан тез дайындалатын тіске басар дайындайтын боламыз. Капустамызды тураймыз. Жас капустамызды деген. Суретті қырт етіп бір кезде жам деп. Пышақ болмаймыз. Бұл үмітті не бар? Құлағын түсірен беріп қойыңыз. Тек капустамызды сақтап тураймыз. Күйеу маған айтады, мобилогуштар сияқты түсір дейді. Нормально түсіріп жатырмын ба? Дауысын естілмейді деп неше-түрлі жазып отыр ғой. Біз жай телефонға түсіріп отыр. Ешқандай аппаратымыз ештеңе жоқ. Жоқ, бізге вроде даусымыз әдемі естіліп тұр. Мүмкін сіздің телефондарыңыз сіздердің может дұрыс емес, или дауысын қатты шығармай жатырсыздар. Мен түсінемін, осылай движение жасап жатқан кезде, бірден турап қуырып жатқан кезде мүмкін даусымыз дұрыс естілмеуі мүмкін. А так мне қазір мысалы осы даусым анық естіліп тұр деп ойлаймын. Так, капустамыз турап болдық. Мындай жұқалап тұраймыз бүйтіп. Так, морковты енді теркадан өткіземіз. Ұсақтап. Бір үлкен морков жарайды. Тәтті бұрышымызды да осылай сақтап тұраймыз. Біздікі дайын тәтті үш болғандықтан қалың екен, соны сақтап тұраймыз осылай. Так, қуырылған морковтың үстіне тәтті бұрышымызбен зелень саламыз. Не деген сұлулық. Сосын бірге қуырамыз. Так, жұмыртқамыздың үстіне тұздаймыз. Сосын жақсылап араластырамыз. Так, 100 грамм айран құямыз. Жақсылап араластырып, жарты стакан ұн саламыз. Сосын бір шай қасық разжихитель саламыз. Енді не жүрәтсін. Сосын жақсылап. Бізде бәрі жақсылап араласу керек қой, короче. Бәрі жақсылап жасалу керек қой, от души. Дұрыстап араластырамыз, комоктар болмау керек, мынандай сұйық болып. Дайын болғасын, от үстіне капуста саламыз. Үстіне капустамыз саламыз. Араластырамыз жақсылап. Так, жақсылап араластырамыз. Крышкасын жауып 10 минутқа қоямыз.
Әлде де дұрыстап араластыру керек. Капустамызды тағы бір араластырамыз. Капустамыздың үстіне дайын болған жұмыртқамызды құямыз. Осылай 15 минут пісіреміз. Ақырын отпен. Бетін жабамыз. Так, 10 минут өткен соң үстіне сиыр саламыз. Тамағымыз пісті. Вау! Түрі осындай болып шықты. Қалаларыңызша сырды көбірек қосыңыздар да болады. Но аз емес. Так, тамағымыз дайын болды. Енді жақсылап тарелкамызға саламыз. Ал енді дайын болған тамағымызды кесіп дәмін көрейік. Бұлқылдап тұр. Вау! Міне, дайын болған тамағымыз. Ал, бисмилlah, көрейік, дәмін көрейік. Вау! Творческий бардаққа не обращаем внимание. Күшті ма? Блин, теманың дәмі вообще. Сен ше алмайсың. Мынау сыр деген. Сен ме? Сөз жоқ. Дәмінен сөйлей білмей қалған. Қалай өтті? Өте керемет. Ал бізге ас болсын. Так, тамағымыз дайын. Обязательно үйден жасап көріңіздер. Тез дайындалады, көп уақыттарыңызды алмайды. Дәмін көріңіздер, астаңыз дәмді болсын. Каналға қосыламыз, лайк басамыз, комментарий жазамыз. Сау болыңыздар.